Қайырлы күн баршаңызға. Қазақ тілі 95-ші сабақ 53-58-ші жаттығуларды сіздерге түсіндіретін боламын. Видеоның соңына дейін менімен бірге болуыңызды ұсынамын. Жіктеу есімдіктерінің есептелуі деген тақырып. Жіктеу есімдіктерінің есептелуін білемін. Тірек сөздерді пайдаланып монолог құрай аламын. 53-ші жаттығуда оқы зат есімдіктің есептелуін салыстыр. Олардың есептелуінде қандай өзгешеліктер бар деп көрсетілген екен. Жақсылап оқып алуларыңызға болады. 54-ші жаттығуында көмніктен орнына тиісті есімдікті қойып, мәтінді көшіріп жаз деген екен. Міне сіздерге мәтінді ұсынып отырмын. Құстарды атпау керек. Олар жер бетіндегі өсімдіктерді зиянды жәндіктерден қорғайды. Құстар табиғаттың сәні, олардың жағымды үні, сұлу мүсіні қоршаған ортаның сәнін келтіреді. Мен құстарды қанатты достар деп атаймын деп сіздерге жазып ұсынып отырмын. 55-ші жаттығуда кестені толтыр деген зат есім, сан есім, есімдіктерге сөздер жазып, сұрақтармен жазып, міне сіздерге ұсынып отырмын. Зат есім құс, кітап, оқушы, кім, не деген сұрақтарға жауап береді, заттың атын білдіреді. Сын есім ақ, қара, жұмсақ, қандай деген сұраққа жауап береді, заттың түсін білдіреді. Сан есім 12, біреу, 7, қанша деген сұраққа жауап береді, заттың санын білдіреді. Есімдік мен, өзі, сол. Зат есім, сын есім, сан есім орнына жүреді. Мұқият жазып алсаңыздар болады. 56-ші жаттығуда тірек сөздерді пайдаланып, тоқылдақтың атынан монолог құрап жаз деген. Тірек сөздерге тоқылдақ, 2, есе, қоңыз, көмек керек, орманда қаптап кетті деген сөздер берілген еді. Менің атым тоқылдақ, орманда қоңыз қаптап кетті, жұмысты 2 есе көп істеп жүрмін, маған көмек керек деп сіздерге тірек сөздерді пайдаланып сөйлем құрастырып жазып ұсынып отырмын. 57-ші жаттығуда жұмбақты оқу, шешуін тап деген. Есімдіктерді тап деген, жіктеу есімнің орнына қай сөзді қойып айтуға болады деп сіздерге сұрақ қойылған екен. Мен осыны сіздерге қиын болмасын деп жазып көрсетіп отырмын. Бар ма, жоқ па, оны анық білмейсің. Ол жоқ жерде өмір сүріп жүрмейсің. Бұл әрине ауа болады. Жіктеу есімдігінің орнына ауа сөзін қойып айтуға болады. Видео ұнаса лайк басыңыз. 58-ші жаттығуда пікірлерді дұрыс бұрыстығын белгіле деген. Ол жерде қыстағы суық, жаздағы ыстық дейді. Сіздерге қазір дұрысын ғана жазып көрсетемін. Бұл жерде бірақ сіздер ойлағандай бәрі дұрыс сияқты. Мен жазғаным бойынша. Міне сіздерге бәрін жазып ұсынып отырмын. Бәрі дұрыс ретінде қабылдап